Сәлем достар, бүгін біз ең дәмді құймақты пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: ас содасы, сірке су, 2 жұмыртқа, жарты кесе ұн және 1 стакан шекер, 1 стакан су, 1 стакан сүт керек болады. Бірінші біз 2 жұмыртқаны жарып, оған шекерді қосамыз. Жұмыртқа осылай көпіргенге дейін араластырамыз. Енді осы көпірген жұмыртқаның үстінен жарты кесе ұнды саламыз. Дайын болған массаның үстіне сұйық майды қосып араластырамыз. Енді біз осы массаның үстіне 1 стакан сүт пен 1 стакан су құямыз. Біздің суымыз міндетті түрде қайнаған немесе ыстық болуы керек. Енді біз 1 қасық ас содасы мен сірке суын қосамыз. Осындай реакция пайда болғаннан кейін біз араластырамыз. Енді табаны орташа отқа қойып қыздырып аламыз. Енді біз осы құймағымызды пісіріп аламыз. Достар, егер осы құймағымызды кері аударуға қорықсаңдар, ата-аналарыңнан көмек сұраңдар. Енді біз сүтті шоколадымызды арнайы ыдысқа салып, су моншасында ерітеміз. Дайын болған құймақтарымызды енді біз сәндейміз. Енді құймақтарымызды сәндейміз. Енді дәміне қарай балды да қоссақ болады. Ас болсын!